Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Балалардың демалысында олар сүйіп жейтін тәтті дайындаймыз. Дүкенде сатылатын супер контик, чокопай, бисквитті печеньесін бірге дайындаймыз. Құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Алдымен май мен қантты миксермен араластырамыз жақсылап, біркелкі болғанша. Міне осындай болады. Үстінен бір жұмыртқа қосып, және де ванилин қосамыз. Ванилин араластырып, осы массының үстінен какао ұнтағын және де ұнды қосып, үстінен қопсытқыш қосып, жаймен қамыр илейміз. Біркелкі болғанша қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр болу керек. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды пергамент қағазының ортасына қойып, үстінен оқтаумен жаямыз қамырымызды. Осы етіп, біркелкі қылып, 1 сантиметр, 2 сантиметрдей қылып жаямыз. Үлкендей қылып. Жайып алған қамырымызды осындай дөңгелек печенье жасайтын формамен, немесе олындай форма болмаса, мен сияқты стаканның көмегімен осылай дөңгелек пішін жасаймыз печеньелерімізге. Барлық печеньені осылай ойып аламыз. Видеода көрсетілгендей. Енді міне арасындағы қамырларын барлығынан осылардың да жасап шығамыз қазір. Осы печеньелерді пергамент қағазына противенге қойып, 180 градуста 10 минутта пешке пісіріп шығамыз. Міне дайын болды. Ортасына сгущенка, вареный сгущенкамен жібіген майды жағып, араластырып жағамыз осылай. Міне біріктіреміз. Чокопай сияқты болып шығады сол кезде. Ортасына жағып шығамыз. Мінекей барлығымен солай істеп шығамыз. Енді 2 шоколадты алып, осылай водяной баня, су банясында ерітіп аламыз. Үстінен сұйық майды қосып, осылай араластырып, печеньелерімізді батырып, осылай вилкамен осылай жасап шығамыз барлық печеньемен. Бір-бірден осылай істеп шығамыз бөрткүліне. Енді осы печеньелерімізді холодильникке жарты сағатқа қоя тұрамыз. Міне осындай дәмді бізде дайын печенье болады. Балалар да, үлкендер де жақсы көреді. Сыртындағы шоколады қытырлақ болып, күшті болып шығады. Дәмі өте күшті. Менімен бірге жасап көріңіздер. Үлкендерге де, кішкентайларға да ұнайтыны сөзсіз. Сіздермен болған Жансая, келесі кездескенше сау болыңыздар.